Қайырлы күн. Менің қолымда қазақтың ұйыршығы. Қазақ ұлтында руларды бірлікке шақырған аналарымыз көп болған. Омай ана, Домалақ ана, Әлпеш ана, Бай ана, Зережелеріміз сияқты есті аналарымыз көп болған. Біз бүгінгі тақырыбымызда қазақ үшін жобасында аналар туралы сөз етпекпіз. Ренессанс, қайта өрлеу. Дәл бүгінгі Қазақстанның тәуелсіздігінің 31 жылында біз тәуелсіздіктің жемісін жей отырып, барша мүмкіндікті пайдаланайық. Шәкәрім Құдайбердіұлы өзінің шығармасында жатырда қанды емізген, аузсыз қорек жегізген, туғызып түзеп өсіріп, өзіңді өзім дегізген, тіршілік сөйтіп таралған дейді Шәкәрім қажы. Біздің ауылда Сопыбек деген ақсақал болды. Сол кісі өзінің тәрбиесінде жастарға ананы сыйлау керек, ана мен баланы ажыратпау керек. Бала анасының жатырында жатқан кезінде жүрегіне жақын болады. Анасының жүрегінен, қанынан нәр алады. Сондықтан ана мен баланы бөлмеңдер дейтін. Сөздің басында сәлем туралы айтайық. Аналар туралы сөз қозғалғанда әуелі біз Хауа-анаға ораламыз. Өздеріңіз білесіздер, логотерапия бұл хикметтік мәндерді ашып беру керек. Қазақта бір жұмақтың кілті ананың аяғының астында деген сөз бар. Мәнін қалай ашылады? Авторы кім? Бұның авторы әуелгі жаралған адам атамыз бен Хауа-анамыздың қисасынан бастау алады. Адам атамыздың сол жақ қабырғасынан Хауа-ананы жаратқан қисада. Сондықтан барып біздің некелі ерлі зайыптыларымыз әйелдері өзінің сол жағында жатады, жүрек жағында. Қисада Хауа-анамыз жаратылғаннан кейін адам атамыз көруге барғанда Хауа-ананың беті қызарып, таныспақ болған адам атадан 3 рет артқа шегінеді. Бұны наз деп айтады. Бұның ұлттық тәрбиеде бұны иба деп те айтады. Хауа-анамыз 3 рет бас тартып барып, тоқтап, оң қолын оң тізесіне қойып, адам атаға еріне сәлем салған екен. Қазақ дәстүрінде сәлем салу осыдан бері жалғасып келе жатыр екен. Енді адамзат тарихында да, енді тарих ғылымында бұны от жағушыларды басқаша атайды. Бірақ қазақтың қисаларында от жағушы адам ол ең бірінші Хауа-ана болған. Хауа-ана от жаққан. Сондықтан біздің мынау ер адамдар көбіне от жағудан сақтанған. От жағу өздеріңіз білесіздер, Омай анадан бері қарай сол дәстүр қазақтың салт дәстүрінде жалғасып келе жатыр. Яссауидің Миғраж туралы айтқан шығармасында Мұхаммед пайғамбарымыз пырақпенен 4-ші қабатқа көтерілген кезінде адам атаменен Хауа-анамызды көріп, пырақтан түсіп, әуелі Хауа-анамызға сәлем берген екен. Сонда Хауа-анамыз разы болған. Мұхаммед пайғамбарымыз Хауа-анамыздың оң аяғынан астынан нұрлы жұмақты көрген екен. Сондықтан барып біз
қазақ арасындағы жұмақ ананың аяғының астында деген әңгіме яссауи ілімінен тараған екен. Осыны біздің жастарымыз, жалпы қазақ біліп жүру керек. Миғраждан оралған Мұхаммед пайғамбарымыз осының барлығын адамзатқа мұра еткен. Өздеріңіз білесіздер, қазақта қызды төрге отырғызады. 3 қыз туған атана жұмаққа барады дейді. Иманды, ибалы қып тәрбиелеген атана жұмаққа барады деген. Өздеріңіз білесіздер, Европадан бастау алып, әйелдер теңдігі үшін күрескен Клара Цеткин, әйелдер теңдігінде осының астарында жаһандық қауіп қатер бар еді. Бұл кейбір елдің салт дәстүріне, құндылықтарына сәйкес келмейтін жағдайлар бар еді. Соның бірі Клара Цеткиннің әйелдер теңдігі бастамасынан кейін Кеңес одағында жаппай әйелдер теңдігі үшін күрес басталды. Бұл екі жағдайда жүзеге асты. Бұның жақсы оң жақтары мен теріс жақтары да бар еді. Мен соның теріс жақтарын айтып өтетін болсам, әйел теңдігін пайдаланған большевиктер менен коммунистер бұл әйелдерді жаппай ауыр жұмыстарға жұмылдырды. Оның ішінде айтып өтетін болсақ, әйелдерді қылша өсіруге, канал қазуға, тракторшы болуға, малшы болуға қарай үндеді. Өздеріңіз білесіздер, Кәмшат Дөненбаева сияқты апайларымыз трактор айдап социалистік еңбек ері атанды. Кеңес одағындағы 3925 әйел социалистік еңбек ері атанды. Оның ішіндегі 187-сі қазақстандық еді. Қазақ әйелдерін ауыр жұмысқа жегіліп, қазақ әйелдерінің ерлерменен теңесеміз деп денсаулығынан ажырағанына ең бірінші болып Қазақстанда қарсы шыққан мәдениет министрі Өзбекәлі Жәнібековтің еңбегін ұмытуға болмайды. Себебі ауыр жұмысқа жегілген тракторшы әйелдердің, қыздардың 30%-ы бедеу болып қалған еді. Клара Цеткин бастаған әйелдер теңдігінің бір теріс жақтары бұл зейнет жасын ұлғайту болды. Әйелдер теңдігін сұраған осындай идеологияда өздеріңіз білесіздер, мінекей Қазақстандағы жаңа зейнет жасына қазір күрес жүріп жатыр. Ерлердің жасы 63 жас, әйелдердің жасы 63 жас. Теңесудің аяғы осындай жағдайларға әкеп соқты. Жапонияда Жапон сенатында мынандай сұрақ болған. Мемлекетке қандай мамандық жедел дамуына әсер етеді? Біз осыны ғалымдарға сұрақ қойған, осыны анықтаңыздар, біз осы салаға грантты көп бөлейік деген. Жапон ғалымдары біраз уақыт зерттей және ақылдаса келе, Жапонияның парламентінде мемлекетке IT саласы болсын, ғарыш саласы болсын, робототехника болсын, нанотехнология болатын болсын, биотехнология болатын болсын, қандай да бір мамандықтан ең ұлық алда тұратынды, мемлекеттің тікелей дамуына, өркендеуіне әсер ететін бұл ана болу мамандығы деп айқындаған. Сондықтан мемлекетке қандай да бір мамандықтан еңбек ерінен де қажет болатын болса, ол көп үлес қосатын мемлекетті дамытушы көп балалы аналар қазақ елінде көп болсын. Қазақ айтады, 10 бала ту дейді. 10 балаңның біреуі абадан болады дейді. 10 балаңның біреу абадан болады дегені,
елге қызмет етеді дегені. Біз дамушы мемлекет ретінде әрбір отбасында көп балалы болу саясатты ұлттық қорды пайдалана отырып, көп балалы отбасыларын қолдау бұл ұлттық мүдде. Қазақта ата мекен дейміз, ана мекен деген сөз жоқ. Қазақта ата жұрт дейміз, ана жұрт деген сөз жоқ. Қазақта ата кәсіп дейміз, ана кәсіп демейміз. Қазақта ата қоныс дейміз, ана қоныс демейміз. Қазақта жеті ата дейміз, жеті ана демейміз. Қазақта аталас дейміз, аналас демейміз. Қазақта ата дәстүр дейміз, ана дәстүр демейміз. Қазақта ата жолы дейміз, ана жолы демейміз. Бірақ ең маңыздысы қазақта ана тілі дейміз. Өздеріңіз білесіздер, ұлтты сақтау үшін бесігіңді түзе деген. Бізге 21 ғасырда мәңгілік ел болу үшін, және де біз ұлттық құндылықтарымызды сақтап қалу үшін, біздің жастарымыз, аналарымыз бесік жырында мән беруіміз керек. Ана тілі бесік жырыменен нәрмен беріледі. Себебі ана тілі дейтініміз бұл мемлекеттік тіл. Бұл қазақ тілі. Бүгінгі таңда жалпы қазақ болып, Қазақстан болып біздің күресіп жатқанымыз Конституциядағы 7-ші баптағы Ресей тілін алып тастау туралы күрес біз аналармен бірге шешеміз. Себебі біз тәуелсіздіктің жемісін жейтін кезеңге келдік деп біз ойлаймыз. Және де осындай ұлттық мүдде үшін, ұлттық құндылық үшін, ата заңнан Ресей тілінің алыну үшін қазақ еліндегі рухты жастар менен саналы азаматтар күресетін болады. Сондықтан барша қазақстандық қазақ аналарын, қазақтың намысты қыздарын ана тіліміз үшін, қазақ құндылығы үшін қызмет етуге шақырамын. Жаһандану дәуірі жүріп атқан кезінде біздің қазаққа қайтпек керек. Біздің қазаққа мына бір 6 қағиданы біз сақтануымыз керек, ұстануымыз керек, қорғауымыз керек. 6 қағиданы. Бұл ең біріншісі сәлемді түзеу. Сәлем түзелу керек. Сәлем түзелсе, әлем түзеледі. Қазақ дәстүрінде енді өздеріңіз білесіздер, түндікті әйел ашқан. Әйел ерте тұру керек. Қазақтың ұмытылған салт дәстүрінің бірі әйелінің еріне сәлем салуы. Өздеріңіз бағана қисадан білесіздер, қауанамыздың, ана қазақтың келіндерінің жаңағы сәлем салуы дегеніміз бар ғой. Осы ұмытылған біздің әжемнен қалған тәрбиенің бірі. Менің әжем 97-ге келіп өмірден өтті. Сонда осы айтып отыратыны ерлеріне сәлем салатын болған. Түндікті ашқан әйелдер. Ал біз бүгінгі таңда жаңа өздеріңіз білесіздер, тек қана бұл келіндердің сәлем салуы ғана қалып қалды. Сәлем салуды біз жаңғыртуымыз керек. Екінші, қазақ ана тілі үшін, мемлекеттік тіл үшін біз бесік жырын жандандыруымыз керек. Бесік жырын. Жаппай бесікте жатқан біздің әрбір бөпелеріміз бесік жырымен өсуі керек. Бесікті түзеу дегеніміз осы. Бесік жырын түзеу. Үшінші, біздің қазақ әйелдері, келіндеріміз мынандай жағдайды білу керек. От жаққанда бұл әйелдерге берілген қарекет болу керек. Өздеріңіз білесіздер, Мөңкөби кер заман шығармасында кер замандар келгенде ер адамдардың қазаншы болатындығын айтқан. Сіз өздеріңіз білесіздер. Балаларды қазаншы болуға,
қазанның басына барып от жаға салуға, одан біз тыйылуымыз керек. От жағу бұл әйелдердің етене борышы. Қазақ қоғамындағы жастардың ажырасуына көптеген факторлар әсер етуде. Оның бірі үйдің жоқ болуылығы, екінші біздің салт дәстүрімізді, отбасылық құндылықтарымызды сақтамаудан болып отыр, құрметті бауырлар. Қазақ қисасынан бағана сіздерге мен айтып кеттім, ерлі зайыптылар біліп жүру керек. Әйел адам ерінің сол жағына жатады. Ерлі зайыптыларда. Әйел адам ерінің сол жағында жатады. Бұл жүрегіне жақын болуы білдіреді. Бұл дегеніміз салт дегеніміз өзгермеуі керек. Ал енді бесіншісін айта кетейін. Өздеріңіз білесіздер. Жаһандану дәуірінде ұлтсыздану процесі жүреді. Жаһандану деген сөзді қоздыра отырып, ұлттық құндылықтар жойылады. Осы жерде бір мәселені мен айта кетейін. Сіздер білесіздер, Джаконда Мона Лиза деген сурет қазір мына жерден шығатын болады. Мына бір Леонардо да Винчидің шашын жайған әйелді салуы. Бұл сурет туралы әлемде көптеген талас жүруде. Себебі мен жаңағы оның ер адамның бейнеленуі, болмаса оның басқа да бір хикметтеріне, сырына мен тоқталмай-ақ қояйын. Бұл жердегі Мона Лизаның шашын жаю. Бұл да бір идеология. Абай жолы романының 1-ші том 366-шы бетінде мен дәлме-дәл оқып берейін. Бұл кезде бөжейдің өз үйінің ішінде қарасұр бәйбіше шаршысын шорт байлаған, қара шашын тарқатып, екі иіне жайып алған. Бөжейдің әйелі шашын жайып, жесір қағанын жариялап, өз бетін тырнап жарақаттайды. Абай жолы романы. Авторы Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезовтың осы шығармасында Мұхтар Әуезов Клара Цеткиннің бастаған әйел теңдігіндегі кейбір оңшыл және кемшіл тұстарды жақсы білген. Құрметті бауырлар, құрметті қазағым, ұлттық құндылықты дәріптеген, этнопедагогикаға есін аударған саналы азаматтар. Біз ұлтты сақтау үшін ұлттық құндылықтарымызға мән беруіміз керек. Шаш жаюды біздің қазақтың қыздары, қазақтың келіндері, қазақтың әйелдері жақсы ырымы емес екендігін білу керек. Абай жолы романын оқығаныңыздан сіздің пайда жоқ. Егер шаш жаюдың үлкен оның зияны бар екендігін, оның жаңа ұлттық салт санамызға кері әсер ететіндігін біз түсінбесек, білмесек, онда біз ұзақ ұлт болып тұра алмаймыз. Біз ел болып, ұлт болып, есті адамдарды тыңдап, рухани жаңғырып, шаш жаюды тоқтатуымыз керек. Қазақты сақтау үшін 6-шысы киім. Абай Хакім өзінің толық адам тұжырымдамасында, толық адам идеалында есті саналы адамның толық киінетіндігін айтқан. Толық киіну, өздеріңіз білесіздер, қазіргі жаһандану дәуірінде біз ұлттық бренд кимешегімізді, ұлттық бренд, ұлттық камзолымызды, шапанымызды біз кимесек, біз оны жастарға мұра етпесек, біз ұлт болып жалғасуымыз неғайбыл. Осы 6 қағиданы аналар сақтаған жағдайда,
аналар қоғамдастығы қолдаған жағдайда біз мәңгілік ұлт боламыз. Мен сіздерге Абай жолы романынан үзінді келтіре отырып ой салмақ болдым. Мемлекетімізді сақтап қалушы аналарымыз аман болсын. Мемлекеттік тілдің синонимі ана тілімізді бесік жыры арқылы тарататын қазақ аналары, қазақ қыздары аман болсын. Мен бүгін Құрандағы 5 құндылыққа жататын әйел туралы және де Абай жолы романынан үзінді келтіре отырып, қазақ әйелдеріне, қазақ аналарына ой салдым деп ойлаймын. Мен де анамның 14-ші ұлымын. Мен анамның батасынсыз қаншама шетелге шықсам да, анамның батасынсыз жыраққа шыққан емеспін, сапарлаған емеспін. Менің анам 87-де. Мен айтқан мәліметтерден сыни ойланып, керегін аларсыздар деп ойлаймын. Мен де кеттім. Анама барып сәлем беріп, анамның аяғын жуып, батасын алуға асықтым. Аман есен болыңыздар.